Қазақстан Республикасы үкіметінің 620 қаулысына сәйкес 2026 жылы көктемге әскерге шақыру науқаны басталды. Осы Кербұлақ ауданы қорғаныс жөніндегі бөлімінде көктемге әскерге шақыру науқанында 100 адамға жуық белгіленген. Қажет болған жағдайда ол көбейеді. Енді барлық азаматтарды осы Кербұлақ ауданы бойынша тұрғылықты азаматтарды өз тұрғылықты мекенжайлары бойынша қызмет етуге шақырамыз, немесе қалаған қызметтік қарулы күштер қатарына, немесе ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне, я болмаса ұлттық ұлан қатарына қызметке шақырамыз. Енді қазіргі таңда Кербұлақ ауданы бойынша әскерге жөнелту науқаны басталды. Ал әскерге шақыру тәртібі бізде 1414 SMS арқылы жүргізіледі. Егер де SMS бармаған жағдайда, немесе ұялы телефоны жоқ жағдайда, қағаз жүзінде азаматтың өз қолына жеке беріледі.